Бартан сәлем достар, сен бүгін мен Сезюка, менің каналыма қош келдіңіздер достар. Бүгінгі видео достар өздеріңіз тақырыбына және обложкасына көздейді. Бүгінгі видео менде менің жазғы образдарым деген видео болады. Яғни мен жақында ғана шопингке барып келген болатынмын. Ол шопинг видеосын мен сендерге өте қызықты бір экшенға толы бір шопинг видеосы болған еді. Алайда ол видео менде память толған кезде мен телеграмға жіберген видеоларды. И ана видеоны, и потом телеграмға жібердім деген. Сосын аналар вообще загрузка болмай, точнее айналып бармаған ана телеграмда. Сосын мен олардың галереядағы барлығын жүртсағам, сосын олар удалить етіліп кетті, полный видео, фото бәрі. Сол үшін менің шопинг видеомда енді шықпайды каналымда, ал оның орнына осындай менің жазғы образдарым деген видеоны көретін боласыздар. Мен өздеріңіз білесіздер, чемодан жинаған болатынмын Астанаға, және сол чемоданның ішіне мен өзімнің үйдегі бар киімдерімді салған болатынмын. Және осы жазғы образдар деген видеомда мен тағы да басқа да киімдер алдым, сіздерге соларды киіп көрсететін боламын, және чемоданға соларды салатын боламын. Ал сіздер міндетті түрде лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар, ал мен видеоны бастаймын. Кеттік! Ал достар, біз видеоны бастайтын боламыз. Ал менің ең бірінші көрсететін киімім, бұл менде осылар. Осындай базовый көк джинсы, и оның үстіне осындай рубашка. Бұл андай простой рубашка емес. Қазір мен сендерге киіп көрсететін боламын. Ал сендер видеоны пауза қоймай до конца қараңдар. Бізде переход. Вот достар, мендегі бірінші образ осындай, яғни бағана киіп тұрған үстіндегі топикпен кие салдым. Қараңыздар. Астананың ыстық күнінде осылай жүре берсек болады. Вот қазір енді бағана көрсеткен көк рубашкамен киетін боламын. Вуаля достар, мендегі рубашкамен образ осылай көрінеді. Вот. Мен, короче, дейтін қолын қайырып алдым специально, потому что андай бір элегантно көріну үшін қолын қайырып алдым. Әдемі бітіре. Конечно же, мен бұл образбен былай жүрмеймін. Яғни шашымды былай буып жүрмеймін. Бұған шашымды бір бюролап па, бір күшті бір нәрсе жасап алып, сол кезде осы рубашкамен, осы джинсымен күшті жарысады. Ал енді осы рубашканың орнына замена ететін боламыз. Қазір мен сендерге күшті нәрсе көрсетемін. Вот достар, мендегі келесі образ осындай. Яғни бұл образ менде осындай топпен, рубашкамен емес. Қараңдар, бұл топтың қолдары осындай. Жері былай қысылып қалған. Прям өте керемет образ болып тұр. Если Астана ыстық болса, тогда осылай жүруге болады. Келесі образ достар, менде үшінші образ, яғни ол осындай джинсымен болады. Просто бетінде ремені бар, осындай джинсымен сұр түсті. Қазір осыны киіп, қалай жарысатынын сендерге көрсететін боламын. Ал достар, мендегі келесі төртінші образ, или үшінші образ, менде осындай. Вот. Осылай болып тұрады менде, как жарасама. По-моему, өте күшті болып тұр. Ал енді тағы естесіне жақты киімдерім жатыр. Солармен сіздерге киіп көрсететін боламын. Но не знаю, қайсысын кием. Қазір көресіздер өздеріңіз. Вуаля достар, сіздер ойлап тұрған көк рубашканы қайтадан киіп алды деп. Бұл менде ақ осындай брюкимен образ, яғни ақ брюкимен осындай көк кофта киюі. Прям элегантно, да. Мен аксессуар бәрін тағып аламын. Ертең салат істеймін бәрін. Жүрмейін ба?
Вот мендегі 5-ші образ осындай, өздеріңіз көргендей, бағана осындай кофта и осындай ақ брюкимен өте күшті образ. Мен бұны по идее кетем. Не знаю, бірақ по идее былай да былай, бірақ білмеймін, былай да былай. Көрем. Еще достар, бұл рубашкамен тағы бір образ жасауға болады. Яғни завязать етіп бір образ жасауға болады. Осылай алып, бірақ мұж-мұж болып қалады әрине. Осылай алып. Вот достар, мендегі 6-ші образ деймін ба? Осылай. Осындай алдын байлап қойдым. По идее, осылай әдемірек болып тұр, иә? Сіздерге қайсысы больше ұнап жатыр, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Келесі образ достар менде осындай, простой образ, яғни осындай сакура джинсы и осындай кәдімгі ақ топик. Вот. Осындай бір андай қарапайым образ, бірақ мен мынаны сатып алғаныммен осы ақ топты, мына астында джинсы, мен бұны давно сатып алғанмын, жазғы шопингте жоқ бұл образ. Бірақ просто так осы мен бір киіп көре салдым, что бірақ не үшін кигенімді білмеймін. Осында да көрсете салдым сендерге. Вот. Осындай бір күшті образ. Енді дальше тағы да бір образдарды көрсететін боламын. По идее, 2 образды көрсетемін, сонымен бітеді. Келесі образ достар менде осындай. Сол бағанаға шакура дейпам. Осындай сакура джинсы и ішінде топик. И сыртына осындай бір жұқа бір жемпірді кидім. Бұл мен Пинтодың заказ бергенмін. Негізі осындай болса әдемі болады неде? Но не так. Осындай бір күшті образ. Мен тоже мынаны көрсетеміз. Ал тағы да образ көрсетемін сіздерге. Қандай көрсетемін? Көреміз. Вот достар, менде футболкамен осындай болады. Шашым жайғаным ужасно болып кетті. Короче, қараңдар. Осындай бір өте әдемі бір шықты. Маған ұнап тұр. Сендерге как комментарийға міндетті жазыңдар. Сендерге қай образ ұнады? Білмеймін, осымен әлі біткен жоқ негізі біздің видеомен тағы бір образ көрсетуім керек. Тағы бір образ көрсетем, потом сонымен бітеді бізде образдар. Мынаны оцените. Ой, аяғым көрінбей тұр. Мінекей достар, мендегі келесі және ең соңғы образ осындай. Прям өте нежный образдардың бірі. Вот. Өте бірандай күшті образдардың бірі болып тұр. Мен ертең бұларды аксессуарлармен толтыратын боламын. Яғни жүзік тағамын и басыма тағандай бір мынамен подсвет келетін қыстырғыш тағамын. Золотистый алтындарымды тағамын. Бишіктері, бірақ соларды тағатын боламын. Вот. Бірақ бұл образ маған өте ұнап тұр. Вот. Енді мен бұны бір неңемен ұстағым келіп тұр. Бұл ондай бір. Ертең көшеге шығатын болсақ, бұл образ бір толықсыз болып тұр, иә? Қазір бұны толықтырамыз. Фук! Валя! Болды. Екеуін біздер ғана білеміз, басқа ешкім білмейді. Мен және сендер ғана білесіңдер. Осындай, бәрі осындай, атышу бәрі осындай. Типа. Менде осындай сумка. Бантигімен, және на басында осындаймен, мұрт ашуға болады, или ашуға болмайды, білмеймін. Осындай бір кедір-кедір. Қазір осыны тағам.
Вот. Менен асқан сұлу жоқ, мен ғана сұлумын. Жоқ, самооценка всегда условие. Выше тұру керек қой. Бойдан выше тұру керек самооценка. Осындай көрдіңдер ма? Көрдіңдер. Сумка алдым, сумка. Сумка алдым, мені көрдіңдер. Көрдіңдер ма? Сумка алдым. Вот. О, құдай. Осындай сумка. И образ такой очень классный. Дейтіндей образ болып тұр ма, или ондай емес па? Мына шашым жүн ма, тиіп тұр, шығып тұр ма, ужас. Вот, достар, осымен біздің видеомыз аяқталды. Ал достар, осымен менің жазғы образдарым деген видеом аяқталды. Егер де бұл видео ұнаса, міндетті түрде менің осы видеома комментарий жазып және лайк басып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Мен достар, білесіңдер, осы алтақ образ болса да, осыларды сендерге қалай істеп тырыстым, осыларды. На жанымды көрсетпей қойын, на жаным менде бардак болып жатыр. Но все равно сендерге біріндей бір күшті бір видео болсын деп, сендерге осындай менің жазғы образдарым деген видео түсірдім. Қызық болса, қызық болмаса да, лайк басып, просмотр көбейтіп, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңдар. Ал мен видеоны аяқтаймын. Всем пока-пока. Келесі видео қандай болсын, жазып кетуді ұмытпаңыздар. Давайте.